тиді, ренжімеңіздер. Тексеріп алу деген бір әңгіме айтылды. Осы жерде бала көтермейтін адамның тағдыры қайда жатыр деген кішкене алаңдау болу керек сияқты да. Ол мақұл енді бала көтеру жанұяға ол дұрыс қой, әрине ол. Бірақ енді көтермейтін адамның тағдыры қайда, сезім қайда осы жерде. Да? Ал енді бұл кісінің сөзін жандандыратынымыз бұрында болған бұл мәселе. Бұрын әулет, жанұяның әулеттің құпиясымен осындай нәрсені іштей мәселені шешіп отырған. Жақынына бір-біріне баланы асыратып отырған. Осылай баланы бауырға тарту арқылы. Соны енді жаңа заманға келтіріп та көтере алмады. Бірақ керемет сезім бар ортасында. Осы жерде неге жетімдерді жебеймеске да? Осылай да әрі қарай жанұя, қараңыз, туғаннан көре ме рахатты дейік, біз қазақ балаға қараған қазақпыз ғой, тумағаннан көре ме? Мысал мен келтірейін, Рая апа, сізге түсінікті болсын. Мен түсініп отырмын, сіз психологиялық тұрғысынан сезімді бірінші орынға қойып отырсыз, иә? Екі жас дейік, мысалы, Айжан дейік, тұрмысқа шыққалы отыр. Жасы 33-те. Айжан үлкен ұлттық компанияда